1 миллион 100 мың халқы бар Жамбыл облысында 4 миллион 400 мың гектар жері ауыл шаруашылығына тиімді екен. Ол алқаптарға аймақтағы бірден 2 қант зауытына қажетті қызылша, интенсивті алма бағын, көкөністерді өсіру жоспарланған. Одан бөлек мал шаруашылығы мен химия өнеркәсібіне инвесторлар қажет екен облыс басшысы өз сөзінде атап өтті. Биылғы ауа райының жақсы болғанына байланысты өте биыл жаңбырлы жыл. Біз әр гектардан 23 центнер бидай алып жатырмыз. Бидайымыз бар, апамыз бар. Осыны да сіздермен бірлесе отырып, сіздерге экспортациялық болады. Қазіргі таңда облысымызға Малайзия мемлекетінен мал шаруашылығына $350 миллион инвестиция салынған. Ресейдің Еурохим компаниясынан $2 миллиард химпарк Тараз зауытына тартылған. 2019-2020 жылдар аймақтағы 5 зауыттың саны 16-ға жетіп, 4,2 миллион өнім алу жоспарланған. Таныстыруды тыңдаған делегаттар келу мақсатына да тоқталды. Мен де сіз сияқты өкіметке көп қызмет жасағанмын, бірақ бүгін алдыңызға жеке кәсіпкер ретінде келіп отырмын. Біз Қазақстанның түкпір-түкпірінде өз ісімізді бастамақпыз, ал Жамбыл облысында бастайтын ісіміз оңды болып, Иран мен Қазақстан арасындағы байланыс нығая түседі деген сенімдемін. Аймағымыздың бірнеше жерін аралап үлгерген делегация облысымыздың 10 ауданындағы кей алқаптарға көз сүзіп отыр. Таптырмас тиімді екенін атап өтті. Егін шаруашылығы мен түрлі көкөністер өсіруге, Иранға қажетті ет өнімдері үшін мал шаруашылығымен айналысуға ниетті екенін білдірді. Аталған жоспарлары үшін делегаттар 250 мың гектар жерді 49 жылға аманат ретінде беруді сұрады. Бұл сұранысқа облыс басшысы ойланатындығын айтып, делегаттарды жұма күніне қайта қабылдауына шақырды. Жансу Дүйсінәлі, Серік Тәжібаев, 7/7 News.